Қайырлы күн балалар, бүгін мен сендерге абакуспен есеп шығарарда бестің формулаларын көрсетемін. Мында маленький друг, кіші достар, бесті басайық. Қазір барлық формулаларын көрсетемін. Мысалы, мында 4-ті қосқан кезде 5-ті қосамыз, 1-ді аламыз. 5-тен 1 алғанда 4 шығады. 3-ті қосқан кезде 5-ті қосамыз, 2-ні аламыз. 5-тен 2 алғанда 3 шығады. 2-ні қосқан кезде 5-ті қосамыз, 3-ті аламыз. 5-тен 3 алғанда 2 шығады. 1-ді қосқан кезде 5-ті қосамыз, 4-ті аламыз. 5-тен 4-ті алған кезде 1 шығады. Ал енді есеп шығарып көрейік. 14, 3-ті қосқан кезде 5-ті қосамыз, 2-ні аламыз, 5-ті аламыз. 12 шығады. Келесі 10, 1-ді қосамыз, 4-ті қосқан кезде 5-ті қосамыз, 1-ді аламыз, 15 шығады. Келесі 10, 3-ті қосамыз, 2-ні қосқанда 5 алу 3. 5 алу 3. 15. Келесі 1-ді қосамыз, 2-ні қосамыз. 2-ні формуласы бойынша 5 алу 3. Осылай шығаруға болады. Плюс 5-тің формуласында, қосу формуласында міндетті түрде 5-ті қосып отырамыз. Енді кіші достар, минус 5. Минус 5-тің формуласында 5-ті алып отырамыз. Бұнда кіші саннан үлкен санды алған кезде минус шығады. Минус 4-тен 1 алу 5. 1-ден 5-ті алғанда минус 4 шығады. Минус 3. 2-ден 5-ті алған кезде минус 3 шығады. Минус 2-нің формуласында 3-ті қосамыз, 5-ті аламыз. 3-тен 5 алғанда минус 2 шығады. Минус 1-дің формуласында 4-ті қосамыз, 5-ті аламыз. 4-тен 5-ті алған кезде минус 1 шығады. Қараймыз. 8, 3-ті аламыз. Минус 3-тің формуласы бойынша 2-ні қосамыз, 5-ті аламыз. Келесі 5, 1-ті қосамыз. 2-ні алған кезде 3-ті қосамыз, 5-ті аламыз. Келесі 10, 6, 4-ті алатын болсақ, мұнда 4 жоқ. 1-ті қосамыз, 5-ті аламыз. 1-ден 5 алғанда минус 4 шығады. Минус 1, 1-ді аламыз. Келесі 5-ті қосамыз, 1-ді алатын болсақ, 4-ті қосамыз, 5-ті аламыз. 2-ні алатын болсақ, 4-тен 2-ні аламыз. Сонда 2 шығады. Бұл формулаларды егерде келмей қалса, алуға келмей қалса, онда осы формулаларды қолданамыз. 15, 3-ті аламыз. Онда 3 жоқ. 2 қосамыз, 5-ті аламыз. 2 мұнда бар. 2-ні аламыз. Осылай формулаға қарап, есептерді шығарып көріңдер. Сіздермен бірге болған Нұржан Мырзашұлы. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.